Сәлем достар, бүгін мен сіздерге тауық етінен жасалған котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керек өнімдер тауық еті, аскөк, қызанақ, ірімшік, қаймақ, жұмыртқа және де ұн. Видеода көрсетілгендей тауық етін майдалап турап аламыз. Сонымен қатар аскөкті де қызанақты да солай майдалап турайтын боламыз. Енді турап алған осы өнімдерімізді бір ыдысқа салып, оның үстінен ірімшікті және де қаймақты, ұнды, жұмыртқамызды қосып біркелкі етіп араластырамыз. Бізде осындай біркелкі масса дайын болды. Әрі қарай қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, массамызды салып, екі жағын қызартып, пісіріп, қуырып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің котлетіміз дайын болды. Өте дәмді шықты. Котлеттің дастарханға өзінде ұсынсаңыздар болады. Мен суға піскен күрішпен бірге қойдым. Өте әдемі шықты. Астарыңыз дәмді болсын.